жаңағы Ол жерде енді біз келісіммен болды. Мен рекламасын жасап берем, ол кісі өзі жаңағыдай доставкасы бар, басқасы бар, соған жауап береді деген сияқты. Енді мен өзім бұрын сонда ондай жұмыс жасап көрмегем, ондай реклама жасап көрмегем, Қытайдан товар келу деген ондай темаларды білмегем. Сонымен жасадық, екі бір 100 шақты адамдай ма алған екен заказ. Одан именно бір примерно 2 рет келді доставка, бірақ 3-ші доставка кешігіп қалыпты. Енді ол жолда Қытаймен жаңағыдай арада проблема болса, бір грузын ішінде бірдеңе не то кетсе, оказывается, ол қайттан шекарадан артқа жіберіледі, и оның ішіндегісін бәрін қайттан ауыстырып, оны қайттан шығарады деп, сондай проблемалар болады екен, оказывается. И оны бізде Аягөзде бар еді ғой, Қытаймен сауда жасайтын. Сосын мен оны сенбей Аягөзден сұрадым. Аягөзде сондай проблема болады ма? Потому что мен қазір жаман көрініп қалып жатырмын. Әр жарнаманы алатын кездеріңізде сөйлесулеріңіз, оның документті жағынан құжаттары дұрыс па, кім жауапты болады, осындай жағдай бола қалса дегеннің барлығы сіздердің мойындарыңызда. Неге сіздер сол нәрсені жарнамалап, сол нәрсені айтып тұрғаннан кейін сенім сіздерде. Көрермен сіздерге сенеді. Дәл сол бойынша менің қазір көрерменге айтарым, бұл мәселелердің барлығы шешіліп жатыр деп мен түсіндірейін. Айта кетейінші, мен ешқашан біреуге бір өзім жазып, жарнама аласы ба деген нәрсе менде болмапты өмірімде. И мен біреуден менің каспиіме ақша аудар, мен осы номерге аудар дегенде болмаған екен. Именно сонда Қытайдың темасы болсын. Енді бұл жерде менің әңгімемде жаңағындай маған хабарламай айтқаннан кейін, мен номерімді таппай айтқаннан кейін, менімен сөйлесе алмай айтқаннан кейін осы жерге келіп жатқан жандар бар екен. Себебі ана кісіге жазсақ жазбайды, амал жоқ сізге келуімізге тура келген сияқты. Енді сізде жауап бересіз ғой әрине деп. Бірақ маған жазған жан болса, мен жауап бермей 2-3 күн деп жоқ болып кетпеймін, жазамын, түсіндіремін, ситуацияны түсінбесе сразу жаңағы қыздың номерін беремін, уже бір шешімге келуге тырысамын деген сияқты. Иә, тырысқаның дұрыс, өйткені мен жекеменде мен сені сотқа беремін деп маған да жазбай ақ қойсын, өтініш. Өйткені сіздер маған да жазады. Сіздің танысты Айгүл, сен де алаяқсың, әділет дейді, маған да келеді. Мен там қойыншы деп, мен ондай қатысым жоқ. Все, хорошо. Сол шаруаны шешіп алған дұрыс. Сен бірінші өзің шаруаны шешіп аласың, ау, менің емес.